في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب، وحدنا رب القلوب. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب، وحدنا رب القلوب. ولحفظ آيات الكتاب قد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب، من قبل أن تجلو الخطوب. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب. Құран кәрім ол Аллах тағаланың сөзі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламге нәзил етілген. Кітап болып жазылып, әртүрлі жолдармен риуаят етілген. Сондай-ақ Құранды оқу ғибадат саналады. Осы Құран Аллах тағала бізге берген ең ұлы нығмет екенін білуіміз керек. Аллах елшісі саллаллаху алейхи вассаламның дағуатының барлығы осы Құранмен болғанын түсініп, ұғынуымыз қажет. Дініміз ислам жер жүзінің барлық жеріне міне осы ұлы Құранмен таралды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам міне осы ұлы нығмет арқылы адамдарды қара түнектен нұрға, ширк алаңынан Аллахтың ғибадатына шығарды. Аллах тағала Құранда, егер де біз оның сөзіне жауап бермесек, жансыз, өліктер сияқты болып қалатынымызды ескертті. Аллах тағала айтады: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. Сіздерге жан нәр берер ақиқатқа шақырған кезде, Құрансыз біз өліктерге ұқсаймыз. Сондықтан сен Құран кәрімді жаттауға нық шешім қабылдап, Құран жаттауды бастаған болсаң, Аллах тағала осындай шарапатты іске сені қалағанын, сені таңдап алғанын біл. Мен саған айтамын, Құран кәрім Аллах тағала тарапынан оңайластырылған, бірақ бастапқы кезеңде көп қиыншылықтарға, ауыр машақаттарға жолығуы мүмкін. Сол кезеңнен өтіп алсаң болды, бәрі сенікі. Аллах тағаланың ұлы нығметіне бөленіп, жәннаттағы жоғары дәрежелерге көтерілесің иншалла. Міне, осындай сый-сияпаттарды есіңе алсаң, ауыртпалықтардың барлығы ұмыт болады. Мен саған мысал келтірейін. Инженер, немесе дәрігер, медицина факультетінде оқып жүрген дәрігер, оқу мерзімі ұзақ екендігін біледі. Алайда, бұл белестерден көздеген мақсат, армандары бар. Осыған қол жеткізу үшін барлық қиыншылықтарды басып өтеді. Құранда сол сияқты сенің өміріңнің бастапқы бағыты болу тиіс. Нық шешім қабылдап, Аллах үшін деген шынайы ықыласпен Құранды жаттауға кіріс. Өйткені бұл Құран біз мұсылмандарға берген Аллах тағаланың ең үлкен нығметі. تطوي الدروب بين المدائن والشعوب وبحضرات الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب. Бағдарламамыз Құранмен бірге саяхат. Егер Құран жайында әңгімелегің келсе, әлбетте Мысырға баруың қажет. Мысыр турасында Құран Мысырда оқылған дейді. Қайсы біріміз Миншави, Хусари, Абдул Басит, Шейх Мустафа Исмаил және Мухаммад Рифаттарды естіпеген. Оларды қазірге дейін тыңдап келеміз. Олардан әдемі қырағаттарын үйреніп келеміз. Сол себепті Мысырдағы қарлардың, сондай-ақ ежелгі медреселердің керемет әдіс үлгілерін үйреніп,
тәлім алу мақсатында Мысырға келдік. Біздің ішімізде Мысыр шейхтарынан тәлім алмаған, немесе мысырлық мәртебелі ғұламалардан Құранды тыңғылықты үйренбеген кісі бар ма екен? Біз сіздермен бірге бұл бағдарламамызда Мысырдағы қарылардың көркем үлгілерімен таныс боламыз. Мысыр Араб Республикасында ғажап бір керемет көрдік. Одан бізге айқын болғаны, Аллах тағала пенделерінің ішінен оның жай күйі қандай болуына қарамастан Құран кәрімді аса шеберлікпен жаттайтындарды таңдап алады екен. Бұл сұхбат Ахмад Муслим есімді жігітпен болды. Құранмен бірге саяхат деген бағдарламамызда Аллахтың мейірімімен бірнеше мемлекеттерге сапар шектік. Бірнеше құрани үлгілерді кездестірдік және бірнеше Құран жаттау орталықтарын араладық. Олардың ішінде талантты да дарынды қарыларды, әрі бірнеше қирағаттарда оқи алатын шебер қарыларды көрдік. Бірақ бұл кездесу басқа кездесулерден өзгеше болды. Өйткені мен тек Құранды үздік жаттап шыққан қарын емес, бәлкім мен Аллах тағаланың мұғжизасын көріп отырмын. Не дерімді де білмеймін. Оны осындай дарынды қып тәрбиелеген әкесі ме, анасы ма, әлде бауыры ма, әлде ұстазы ма? Жоқ, Аллахқа ант. Оны осындай ерекше еткен Аллах тағаланың өзі. Шейх Ахмад Муслим Құранды толығымен тамаша етіп жаттап алған. Онымен қоса туылғанынан бері аутизм ауруына шалдыққан. Мүмкін дүние істерде ештеңеден хабар жоқ шығар, бірақ Құранды сіздерден артық біледі. Шейх Ахмад, қалайсың? Аллахқа мақтау мадақтар болсын. Біз сені Аллах үшін жақсы көреміз. Бізді кім үшін жақсы көрсең, ол да сені жақсы көрсін. Машаллах, Құранды жаттап алғаныңда неше жаста едің? Құранды шейх Юсуфтың қолынан жаттадым. Машаллах, ол кісі саған Құранды жаттатқан ба? Иә, ол кісі маған Құран жаттатқан. Осындай әдіспен бе? Осындай әдіспен. Емтиханға дайынсың ба, Ахмад? Иншаллах, дайынмын. Мен бір аят оқимын, ал сен одан кейінгі аяттан бастап оқисың. Кітаптың кез келген жерін ашамын. Менен кейін жалғастырасың. Дайынсың ба? Дайынмын, иншаллах. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. Машаллах, қайсы сүре бұл, Ахмад? 11 و 12 Юнус сүресінің 11-12 аяты, сүре тәртібі 11 сүре, Меккеде түскен. Және 11 пара. الحزب 20 11 21 хизб. Дұрыс, машаллах. Аллах береке берсін. Яғни қарсымда отырған Аллахтың бұл кереметі жайында не дей аламын? Әлбетте мұндай талант Құран кәрім кереметінің себебінен ғана. Аллахтың қалауымен сен қазір Құран кәрімді жаттауға шешім қабылдадың. Аллахтың кітабын жаттаудан алдын сен маңызды әрі басты ережелерді үйренуің қажет. Ол үшін алдағы 30 бөлімді менімен бірге көз жазбастан ілесе отыруларың керек. Құран кәрімді жаттауда саған жәрдем берер ең басты қағида ол Аллах үшін шын ниет қою.
ықылас турасында сөйлер бұрын мынаған назар аудар. Жалғыз Құран жаттауда емес, бәлкім қандай ғибадат болмасын, намаз болама, зекет, ораза болама, ата-анаға жақсылық жасау болама, міндетті түрде Аллах үшін қыламын деген ниет қоюың міндет болады. Енді міне сондай ұлы ғибадат ол Құран кәрімді жаттау болса не дерсіз? Бауырым, бұл сөзде бауырларың фақт келтірген бір мысал деп қабылдама. Қайсы бір шейхпен әлде ғалыммен сөйлескен болсақ, олардың барлығы да ең алдымен ниеттің жалғыз Аллах үшін болуы керектігі жайында айтатын. Я, ықылас, егер Құран кәрімді жаттауды ниет етсең, барлық дүние несібелерінен ұзақ болып, бұл амалды Аллах үшін ғана орында. Әлемдердің Раббысы айтады, өте ұлы сөз. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقول النبي صلى الله عليه وسلم Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам шын мәнінде амалдар ниетке байланысты деген. Егер сенің ниетің Аллахтың кәләмін Аллах үшін жаттау болса, саған есіктер айқара ашылады. Құран жаттауға кедергі келтірген қандай да істерді Аллах тағала жеңілдетеді, қадіріңді жоғары көтеріп, несібеңді береді, әрі сенен барлық жамандық атаулыны алыстатады. Насыр ауылына келдік. Бұл кедейлеу өте қарапайым аймақ. Я, өте қарапайым жүдеулеу мекен. Алайда ол жерде заманымыздың дарындыларының бірі тұрады. Ол Құран қарысы Шариф Саид Мустафа. Оның жасы 12-де. Ол расында да талантты, өте дарынды бала. Не үшін бұлай? Себебі ол тек Құран кәрімді жаттаумен ерекше емес. Ол Құран кәрімді жаттаумен қатар үлкен және кіші қирағаттар ілімін меңгерген. Сондай-ақ Бухари, Муслим сияқты сахих жинақтарын жаттап шыққан. Ол қарымызда көптеген мәліметтер бар. Әлі бұл кездесуімізде танысып білетін боламыз. Мен өзім де, сіздер де Аллахтың қалауымен біргелікте қуанып шаттанамыз, әсерленеміз деген үміттемін. Шейх Шарифпен болған сұхбатқа қош келдіңіз. Аллахқа қасам, біз де өте қуаныштымыз. Толық есіміңмен таныс болсақ. Менің есімім Шариф Саид Мустафа Хасанейн. Аллахтың қалауымен менің алғашқы кезеңім Құран жаттаудан басталды. 3 жасымнан бастап Құран жаттауға кірістім. 3 жасымнан 7,5 жасқа дейін төрт пара жаттадым. Одан кейін 7,5 жасымда 3 айдың ішінде Аллахтың қалауымен Құран кәрімді кәміл жаттап шықтым. Яғни 3 айдың ішінде Құран кәрімді толық жаттап алдың ба? Иә, Аллахтың мейірімімен. 3 айда Құран кәрімді жаттау бұл оңай емес. Мысалы, мен 1 жыл 7 айда жаттағанмын. Көпшілік 2,5 жыл ішінде жаттайды. Бірақ Шейх Шариф бар болғаны 3 айда Құранды жаттапты. وخلقناكم أزواجا أنت شيخ شريف Шейх Шариф, сен 3 жасыңнан 7 жасыңа дейін тек 4 пара жаттапсың. 7 سنوات لم تحفظ إلا 4 أجزاء. Бұндай аралықта бұл өте аз нәтиже. Әрине. ولكن ما الذي حدث 7 жасынан кейін нендей жағдай түрткі болды? 3 айдың ішінде Құран кәрімнің бәрін толықтай жаттап алыпсың. Аллах сізге береке берсін. Турасын айтсам, әуелі мен анамнан тәлім ала бастадым. Анам маған әрдайым тәрбиеші Анам болды. медресе ғой. Иә, анам маған бірінші болып Құраннан дәріс берді. Құраннан дәріс алу үшін медресеге баруымды дайым қадағалап отыратын. Анам маған жалғыз өзі көмектесетін еді. Себебі әкем сауда-саттықпен айналысқандықтан маған аз уақыт бөлетін. Жәрдем беретін, бірақ өте аз. Маусым айының бір кешінде біздегі Құран кәрім жаттау орталығында Құранды бітіргендерге арнап марапаттау рәсімі өткізілді. Әйткенмен мен сол кезде тек 4 пара жаттаған едім. Сондықтан бұл марапатқа лайықты болмадым.
Бірақ менің жыр оқитын шешендік қабілетім бар еді. Шейх маған 22 бейттен тұратын өлең берді де, сенің 2 сағат уақытың бар. 1 сағатын осы жерде медреседе жаттайсың, ал 2 сағатын үйіңде әкеңмен бірге жаттап келесің деді. Мен бағананың артына отырып, дуалға жүзденіп өлеңді жаттай бастадым. Сөйтіп, жарты сағаттың ішінде оны жаттап бітірдім. 22 бейттік өлеңді жарты сағатта ма? Иә, солай. Машалла. Кейін шейхке барып жаттап болғанымды айттым. Бірақ шейх мүмкін емес деп маған сенбей таң қалды. Сені тыңдап көрсете ме? Иә, мен оқып берсем де маған қайран қалды. Соң әкеме, ұлыңызға Аллах тағала кем-де-кем адамдарға берілетін қабілет беріпті. Бұл қабілет жаттау қабілеті. Бұл баланың қабілетін дамыту керек. Қазір ол 2 сағат ішінде жатталатын өлеңді жарты сағат ішінде жаттап алды. Келешекте ұзақ жатталатын білімді аз уақытта жаттап алатынына сенімдімін деп жазып жіберді. Ең жеңілі Құран ғой. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Құран ең оңай жатталатын иләһи кітап. Ей Құран жаттаушы бауырым, Аллахтың құзырында сенің мәртебең ұлы, әрі орның жоғары. Құран кәрімді жаттап жатқан кезіңде бұл дәрежеңді сезіне білуің қандай керемет. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бәріміз білетін мына хадисінде Құранды жаттап оған амал еткендер, олар Аллахтың әхлі және оның таңдаулылары деп айтқан. Аллаху акбар. Бұл сөзді сезінетін болсаң, Құран жаттау қаншалық ұлы амал екенін түсінетін боласың. Сенің отбасың, әйелің, ата-анаң, балаларың бар. Олар жайында сұрасам, олар менің жанұям. Мен оларды асырап, бағып, оларды қорғаймын деп жауап бересің. Өйткені олар сенің отбасың. Енді сен Аллахтың әхлі, тән әулиесі болсаңше, онда сені қалай қорғар екен, саған қалай ризық берер екен, жәннаттағы биік орындарды саған қалай сыйлар екен, дүние және ахиретте қадіріңді қалай көтерер екен. Бұл биік дәрежені ұғына отырып, өзімізді Құран жаттауға баулайық, Аллахтың кәләмін жаттауға бұдан да көбірек ынталанайық. وبحضرات الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب ولحفظ آيات الكتاب قد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب ولحفظ آيات الكتاب قد أتينا